Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерге осындай ұлттық ойын, көкпар ойынын көрсетемін. Бұл ойын барлық пәнге жарайды. Өзіңіз осындай интеллектуалды түрдегі сұрақтарды жазып, пән бойынша тапсырмаларды қойып тест түрінде осыны қолдансаңыз болады. Енді мен сразу ашып көрсетейін, әрі қарай қалай қолдану керектігін түсіндіремін. Мысалы, пока слайдпен ашамыз. Бұл интернетсіз істейді. Сначала деп ашамыз. Басталған кезде осындай дауыс басталады өзі. Одан кейін ойында бастау деген батырманы басамыз. Сосын мына жерінде сұрақтан жазып қоясыздар ғой. Мына жерде дұрыс жауап, қате жауап. Тест түрінде қате болса қалай болады? Міне, қызыл түсті болып жанады. Егер дұрыс болатын болса, былай болады. Яғни мына жердегі серкені алып келіп, мына жерге тайқазанға салады, осылай. Енді келесін өткіземіз. Мысалы, дұрыс жауап әртүрлі вариантта болады бұл жерде. Мысалы, бұлай басып, әрқайсысында осылай дұрыс болған кезде мынаны алып келіп салады, осылай дауыс шығады. Келесі барлығы істейді, міне. Қателеріне басатын болсаңыздар, осылай дауыс шығып тұрады. Мысалы, қате варианттарында. Ал енді дұрысына басатын болса, осылай келіп салып, жасыл түсті болып осылай жанады. Енді бұның барлығын көрсетудің қажеті жоқ, өйткені барлығы бірдей жасалған. Қалай жасалды, енді мен қазір көрсетейін. Бұл жерде жаңа айтқандай кез келген пәнге қолдануға болады. Мына жерде өшет, мына жерге сұрағын жазасыздар, тапсырманы есеп болса есеп, дұрыс жауап, қате жауап варианттарын жазып шығасыздар. Болды. Ары қарай қолдана бересіздер. Енді мына шаблонда 10 сұрақ дайындалған. Сіздер мысалы көбірек керек болса, мына жерде битке басасыз, одан кейін сортировщик слайдқа басып, бұлай копировать етіп алып, вставить етіп 30, 40, 50 сұрақты көбейте бересіздер. Соңында ойынды аяқтау деген осы несі қалса болды, осыған дейін копировать етіп аласыздар. Я болмаса, бұлай дублировать слайд деп көбейтсеңіздер де болады. Сұрақ саны осылай көбейеді, өздеріңіз сұрақтардың ішіне жазасыздар. Сосын осылай қолдансаңыздар болады, оқушылардың жақсы қызықтырады. Яғни ұлттық ойын. Енді бұл жерде мына жердегі атау өзгереді, көкпар емес, басқаша бір көкпарға байланысты ұлттық бір ойын атауын жазу керек болса жазуға болады. Жаңа айтқандай сұрақтар өзгереді. Одан кейін мына жерде фондағы звугында көрсетіп өтейін. Бұл жерде мына жерінде үстінде тұрады, мынаны біз жоғарылап төмендетіп қоюға болады. Басталған кезде дауысы, одан кейін мына жерде фондағы дауысы мына жерде тұрады. Осылай мына жерден былай біразат етіп алып тастауға да болады. Я болмаса осы төмендетіп қойсаңыздар, жай дауыс шығып тұрады, әдемі болып. Енді негізі ешқандай қиын емес, түсінікті деп ойлаймын. Осы ойын керек болса маған жазыңыздар. Сол комментарий арқылы өтіп жазсаңыздар толық айтатын боламын. Назарларыңызға рахмет.